Серхаттың адвокаты Кадерді асырап алу үшін некеде болу керектігін Зейнепке айтады. Зейнеп не істерін білмей басы қатады. Сол кезде Серхат Зейнепке: «Маған тұрмысқа шық. Кадерді алу үшін неке болу керек. Мен тек саған көмектескім келеді» дейді. Басында Зейнеп: «Жоқ, бұлай болмайды, мен келіспеймін» дейді. Бірақ Кадер үшін келісіп, бұл жалған неке болады дейді. Серхат: «Әрине, мен бір рет қателестім». «Демек, сен келісесің бе?» дейді Серхат. Зейнеп: «Сен маған ештеңе қарыз емессің. Маған көмектесу үшін үйленуге міндетті емессің» дейді. Серхат: «Мен Кадердің балалар үйінде қалғанын қаламаймын. Ол менің қыздарымның сіңлісі. Сондықтан заң жүзінде біз іс аяқталғанша некеде боламыз. Сосын бірден ажырасамыз» дейді. Джихан Азраға: «Сенің аяқтарың өсіп жатқан сияқты. Бұған бірдеңе істеу керек» деп Азраның ескі аяқ киімдерін тастап, өлшемі кіші аяқ киімдер әкеліп, қинап кигізіп қояды. «Сұлулық үшін кейде барлығына шыдайсың» дейді. Илким анасына: «Сенің опасыздығыңның кесірінен әкем бізге күмәнданды. Қара, тіпті ДНК тестін жасатыпты» дейді. Берак: «Сене алар емеспін. Сендерден қалай күмәнданды? Оның бұлай істеуге құқы жоқ еді. Жарайды, мені жек көресіңдер, білемін. Бірақ ұмытпаңдар, мен сендерді өте қатты жақсы көремін. Тіпті әкелеріңнен артық жақсы көремін» дейді. Серхат адвокатына: «Біз шешім қабылдадық, некеге тұратын болдық» дейді. Адвокаты: «Онда мен барлық құжаттарды тез дайындай берейін» дейді. Зейнеп: «Кадерді қашан алып кете аламын?» дейді. Адвокат: «Алдымен әлеуметтік қызметкерлер үйлеріңізге барып, Кадерге лайық па соны тексереді. Бұл бір айға созылуы мүмкін. Бірақ баланың психологиялық жағдайы бұзылғанын айтып, бұл істі бір аптада бітіруге болады». Зейнеп: «Онда Кадерді бір аптадан кейін аламын ба?» дейді. Адвокат: «Иә, бірақ қамқорлықты рәсімдеу үшін 1 жыл күту керек. Одан кейін асырап алу өтінішін береміз. Бұл да кем дегенде жарты жылға созылуы мүмкін» дейді. Зейнеп: «Жарайды. Кадер қасымда болса болды, уақыт маңызды емес. Бүгін ол қатты қорқып қалды» дейді. Серхат адвокатқа: «Бұл некені ешкім білмеуі керек» дейді. Зейнеп Серхатқа: «Ата-анам естісе ренжитін болды. Олар қыздарының салт-дәстүрмен тұрмысқа шыққанын қалайтын еді. Бұл жалған неке, маған бәрібір ғой, бірақ оларға бәрібір емес қой» дейді. Серхат: «Басқа жолы жоқ. Біраз уақыт Зейнеп Теджер болуыңа тура келеді» дейді. «Мен де Хаял мен Илкимге айтуым керек. Олардан ештеңе жасырмаймын деп уәде бергенмін» дейді. Түлай Азраның үйіне келіп: «Біздің 100 000 лира несие қарызымыз бар. Сіз айтқансыз, Джихан мен Эбруді жақындастырсаң, менен қалағаныңды сұра» деп. Азра: «Мен ажырасқан соң беремін ғой, менде ондай ақша жоқ» дейді. Түлай: «Бұл ойынның қарызы, маған бүгін керек. Егер тауып бермесеңіз, Мұстафа екеуіңіздің суретін Джихан бейге көрсетем» деп қорқытады. Азра суретті көріп қорқып: «Жарайды, кейін бір хабарын берем тапқанда» дейді. Эбрудің анасы қонақ үй алдында Джиханды күтіп тұрады. Анасы: «Эбру енді мұнда жұмыс жасамайды. Қызымнан аулақ жүріңіз» деп Эбруға берген бар ақшасын қайтарып береді. Джихан Эбруға хабарласады: «Анаң келіп ақшаны беріп кетті» дейді. Эбру: «Иә, мен жібердім. Кешегі түннен кейін сенмен енді байланыспаймын деп шештім» деп телефонды өшіріп қояды. Сол сәтте Джиханға Тибет хабарласады: «Ертең қонақ үйге тағы бір адам барады, дайындала бер» дейді. Джихан: «Жоқ, ертең болмайды, басқа күні» дейді. Тибет: «Не деп тұрсың? Кеңсеге кел, сөйлесеміз» дейді. Серхат Джанға: «Зейнеп пен Кадер үшін уақытша некеге тұрамыз» деп айтады. Джан Серхатқа: «Сенің Зейнепке бір сезімің бар сияқты» дейді. Серхат: «Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Бірақ бұл неке жайлы ешкімге тіс жарма. Сен куәгер боласың» дейді. Севим ханым мен Азра зергер дүкеніне келеді. Түлай Азраға: «Мен сені күтіп тұрмын» деп хабарлама жазып жібереді. Сатушы Севим ханымға бірнеше алқа түрлерін көрсетеді. «Қаласаңыз, мен сізге тағы да басқа түрлерін әкеліп көрсетемін» деп кеткенде, Севим ханымға сатушы көрсеткен браслетті Азра жайлап сөмкесіне салып алады. Сосын Севим ханымға: «Асқазаным ауырып тұр, мен үйге қайта берейін» деп кетіп қалады. Севим ханым өзі таңдаған алқа мен сырғаны алатын болды. Сатушы бос тұрған қорапты көріп: «Мұнда браслет болған еді» дейді. Севим ханым: «Не демексің? Мені ұрлады деп тұрсың ба?» дейді. «Ол осы қораптың ішінде еді. Қасыңызда тек келініңіз болды. Мүмкін сол алған шығар» дейді. Севим ханым: «Менің келінім олай жасамайды. Мен ол дүкеннің тұрақты клиентімін.
басқарушыны шақыр дейді. Дүкеннің басқарушысы келіп бейнебақылауды көрсетеді. Қараңыз, мұнда сіздің келініңіздің алғаны анық көрініп тұр дейді. Азыраның ұрлағанын бейнебақылаудан көрген Севим ханым ұялғанынан: «Я, айтпақшы, келінім сол браслетті ұнатып алып кеткен еді. Ақшасын маған төлей салыңыз деп еді. Мен қалай ұмытып кеттім» дейді. Азыраның алған алқасын Севим ханым төлейді. Азыра Түлайға әлгі ұрлап алған браслетін береді. «Болды. Джиханмен ажырасқанша менен енді ештеңе сұрама» дейді. Түлай мәз болып: «Сіз бізді қарызымыздан құтқарып қалдыңыз» дейді. Зейнеп Кадердің жағдайын көруге келеді. Кадер қуанып: «Сен мені тастамайтыныңа сеніп едім. Мені алып кетесің бе?» дейді. Зейнеп: «Сені бүгін емес, біраз күннен соң алып кетем, уәде берем. Мен сені қатты жақсы көремін» дейді. Кадер: «Жоқ, жақсы көрмейсің. Сен де мені анам сияқты тастап кетесің» деп ренжіп жылап кетіп қалады. Джихан Тибеттің кеңсесіне келеді. «Ebru енді бізбен жұмыс жасамайды. Басқа адам тапқанша ешкімді қонақ үйге жіберме» дейді. Тибет: «Енді бізде серіктесімізбен қиындық болатын болды. Мен саған ескертемін, бұлар өте қауіпті адамдар. Олар бізді құртады» дейді. Сол сәтте әлгі типтер тапаншамен кіріп келеді де Джиханға тапанша кезейді. Джихан өлген жерім осы шығар деп ойлайды. Севим ханым үйіне келе салып Азыраға: «Браслетті неге ұрладың, ұятсыз» дейді. «Мен бұл күнді көргенше өлгенім жақсы еді. Сен мені масқара еттің. Саған ұлым берген кредит картасы бар ғой. Өзіңе қалағаныңды алар едің. Неге ол браслетті ұрладың?» деп ашуланады. Азыра жылап: «Енді бұл қателікті қайталамаймын. Кейде өзімді ұстай алмаймын. Ұрлауға деген ниетім пайда болғанда өз-өзімді ұстауға тырысамын. Бірақ бүгін өзімді ұстай алмай қалдым. Қатты өкінемін. Бірақ бұл мен емес, бұл сондай ауру ғой» дейді. Сосын өз-өзімнен ұялып, білезікті бір кедей әйелге бердім. «Өтінем, Джиханға айтпаңызшы, әйтпесе ол менімен ажырасып кетеді. Отбасымызды бұзасыз» дейді. Азыраның осылай өтірік айтудан басқа амалы қалмады. Севим ханым: «Жарайды, айтпаймын. Бірақ бірден емделуді бастайсың. Бұл әңгіме арамызда қалады, уәде берем» дейді. Джихан оянады. Өзінің денесін ұстап: «Тірімін бе?» дейді. Тибет: «Қорықпа, олар өзімнің жігіттерім». Джихан: «Есіңнен ауыстың ба? Неге бұны істедің?» дейді. Тибет: «Мен тек саған ескерту жасадым. Енді тағы бір рет кейінге қалдыруды сұрасаң, не болатынын көрсеттім. Ол кезде бізді нағыз оқпен атады» дейді. «Мен осы жұмыс үшін Беракпен қарым-қатынаста болдым» дедім. «Тіпті өмірімде бірінші рет көрген қыздың әкесі екенімді мойындадым. Сен бұл мәселені шешуің керек. Ресепшндегі қызды қайта қайтарудың жолын тап. Сенің сылтауларың үшін мен өлгім келмейді» дейді Тибет Джиханға.